Армысыздар ардақты ағайын. Дәл бүгін Муфтият KZ сайтынан «Дін мен дәстүр халық қазынасы» деген мақаланы бірге оқитын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жаратқан Алла тағалаға сансыз мадақ, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаға салауаттар мен сәлемдер болсын. Ислам діні ұлтымыздың басты рухани негізі, ата-бабаларымыздың ұстанған, қастер тұтқан жолы. Әлмисақтан мұсылман болған халқымыз әркез дін мен дәстүрін қадірлеп, ғасырдан ғасырға осы екі қасиетті ұғымды ұштастыра білу арқылы Құдайға деген құлшылығын жасап, дархан мінезінен таймай, ұрпағын ізгілікке тәрбиелеп келген. Өмірлік тұрмысымызға айналған дәстүріміздің көбі асыл дінімізден бастау алған. Осылайша асыл дініміз қазақ халқының рухани дүниесін қанағаттандырып қана қоймай, халқымыздың танымы, мәдениетімен біте қайнасып кеткен. Қазақ халқының мұсылмандық діни түсінігі, шешендік сөздері, діни дастандары, мақал-мәтелдері, кешегі жыраулар поэзиясы мен би шешендердің нақыл сөздерінің мазмұнына да көз жүгіртсек, әрине аят хадистерге барып тірелетіні және рухани құндылықтармен негізделуіне куә боламыз. Алаш ардақтысы Ахмет Байтұрсынұлы бір сөзінде былай деген екен: қазақтың өлеңді сөзді сүйетін мінезін біліп, дінді халыққа молдалар өлеңмен үйреткен. Дін шарттарын, шариғат бұйрықтарын өлеңді хикая, өлеңді әңгіме түрінде айтып, халықтың құлағына сіңіріп, көңілдеріне қондырған. Шынымен де Алла атымен бастадым сөз әлібін, жарылқаған жаратқан бір тәңірім деп сөз бастаған Жүсіп, Хас, Хажып, Баласағұни бабамыз бастап, бергі сөз бастаған жырау шешендеріміздің ешқайсысының аузынан Алласы түспеген. Абай хакімнің Алланың пайғамбардың жолындамыз, ынтамызды бұзбастық иманымыз деуінің өзі қазақ халқының қандай жолды ұстанғанын анық көрсетуде. Тарихи жәдігерлерден Алаш даласын зерттеген шетелдіктердің еңбектерінде қазақ халқының мұсылманшылықты жақсы ұстанғандығы жайында айтылады. Соның бірі 1979 жылы Санкт-Петербургте шыққан «Народы России» деген еңбектің қазақтарға арналған шығарылымында дала халқының күні құлшылықпен басталатындығы туралы мынандай қызықты мағлұматтар келтірілген. Қырғыздардың, яғни қазақтардың күні таң атқаннан басталады. Таң жарығы шығар шықпастан молда немесе ерте тұрған бір адам даусын созып азан айтады. Сол сәтте бүкіл киіз үйдің есіктері ашылады. Оянған жандар дәрет алу үшін суға барады. Дәрет алған соң алғашқы намаз үйде немесе үй сыртында оқылады. Әйелдер жағы бұл кезде төсектерін жинап, от жағып, таңғы астың қамына кіріседі. Таңғы астан кейін үй иесі қолдарын жуып, Аллаху Акбар деп сақалын сипайды. Сосын әрқайсысы өз тіршілігіне кіріседі. Асыл дініміздегі дін мен дәстүрдің сабақтастығын ұғынуымыз үшін мына жайттерді білуіміз аса маңызды. Бірінші, әрбір халықтың әдет ғұрпы бар. Адамзат түрлі халықтардан, ұлт пен ұлыстан тұрады. Әрқайсысының өзіне тән ұлттық ерекшеліктері, тілі мен дәстүрі, діни нанымдары бар. Мұндай алуан түрлілік Алла тағаланың хикметі. Алла тағала қасиетті Құранның Хужурат сүресі 13 аятында: «Әй адам баласы, шүбәсіз сендерді бір ер, бір әйелден жараттық. Сондай-ақ бір-біріңді тануларың үшін сендерді ұлттар, рулар қылдық. Шынында да Алланың қасында ең ардақтыларың тақуаларың. Шәксіз Алла толық білуші, әр нәрседен хабар алушы» деп айтқан. Демек Құдай тағала адамзатты түрлі ұлттарға бір-бірлерін танулары үшін бөлген. Бір-бірін тану арқылы олар өздерін таниды, ал өздерін танулары арқылы жаратушыны таниды. Жер бетіндегі қаншама миллиондаған адамдардың түбі бір, барлығы адам атадан тарайды. Мұсылман үмбетінің өзі неше түрлі ұлт пен ұлыстардан құралған. Енді осы мұсылман халықтардың әрбірінің тұрған жеріне, аймағына қарай өзіне тән нәсілдік, тілдік, ұлттық ерекшеліктері, мәдениеті бар. Мысалы, халқымыздағы мынандай дәстүрлерді ерекше атап кетуімізге болады. Азан шақырып ат қою. Қазақ халқы шыр етіп дүние есігін ашқан сәбиге азан шақырып ат қояды. Бұндайда баланың басын құблаға қаратып, оң құлағына азан айтып, ата-анасы таңдап қойған есімді мұның аты пәленше немесе сенің атың пәленше деп 3 қайтара айтатын болған. Осыған байланысты халқымыздың тілінде азан шақырып қойған аты деген тіркес кең тараған. Бұл іс ардақты пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сүннет амалы. Шариғат бойынша нәрестенің оң құлағына азан, сол құлағына қамат айтылады. Убайдулла ибн Абу Рафих, Алла оған разы болсын, атты сахаба өзінің әкесінен
Фатима Алиұлы Қасанды дүниеге әкелгенде Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, оның құлағына намазға азан айтқандай азан айтқанын көрдім деген хадисті жеткізген имам Термизи. Тахник жасау халқымыздың дәстүрінде кең тараған ырым баланың аузына түкіру. Халқымыз ел арасында аты шыққан би шешендер мен ақындарға, батырларға, аузы дуалы ақсақалдарға балаларын әкеліп аузына түкіртетін болған. Мұндағы мақсат сәби өскенде сол сияқты үлкен азамат болсын, солардың жолын беріп, өнегелі кісі болсын деген ниеттен туған. Оның орындалуы ишара ретінде ауызға түкіру нышаны ғана жасалады. Ардақты пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын сүннетінде бұл рәсім тахник деп аталады. Тахник деп баланың таңдайын тәтті нәрсемен сүртуді айтады. Яғни нәрестенің аузына шайналған құрманы салып, саусақпен таңдайына жағып уқалайды. Саңлақ сахабалардың қайсыбірінің үйінде сәби дүниеге келсе, дереу ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын барып аузына құрманы шайнатып баланың таңдайын сүрткізетін. Имам Бухари мен имам Муслимнің хадис жинақтарында мынандай дерек бар. Бірде Әбу Мұса әл-Ашғари, Алла оған разы болсын, өзінің ұлы туылғанда оны пайғамбарымызға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, апарады. Сонда ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, оның есімін Ибрахим деп қойып, құрмамен таңдайын уқалап, береке тілеп, дұға жасайды. Ер баланы сүндеттеу. Қазақ халқында ер баланы 3, 5, 7 не 9 жасында ашамайлы атқа міндің, мұсылмандық таққа міндің деп сүндетке отырғызып, сүндет той жасау дәстүрге айналған. Сүндет деп аты айтып тұрғандай бұл рәсім ардақты пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын сүннетінен бастау алады. Бұл дәстүр Ибрахим пайғамбардан оған Алланың сәлемі болсын келе жатқан ханифтік діннің рәмізі. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын 5 нәрсе фитра саналады. Ер баланы сүндеттеу, кіндік астындағы түкті қыру, тырнақ алу, қолтықтың түгін кетіру және мұртты басу деген имам Бухари. Жатарда ыдыстардың бетін жабу. Халқымызда түнде тағамның беті ашық қалмауы тиіс деген ұғым бар. Аналарымыз ыдыстың бетін жабатын қақпағы болмай қалған жағдайда бетіне бісміллә деп жіңішке ағаш сияқты нәрсені көлденең қоятын. Бұл істің де дінімізде негізі бар. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, ыдыстарыңның бетін жабыңдар, есіктеріңді түнде ашық қалдырмаңдар және шырақтарыңды сөндіріңдер. Ақиқатында шайтанға сусын беру, оған есіктерді ашу және ыдыстарыңды ашық қалдыру халал емес. Біреулерің ыдыстың бетін жабатын нәрсе таба алмаса, бісміллә деп ыдыстың бетіне көлденең бір нәрсені қойсын деген имам Муслим. Мұқият зер салып қарайтын болсақ, отау құрғанда некенің қиылуы, үлкенге құрмет, кішіге ізеттілік таныту, адам дүниеден өткенде жасалатын рәміздер сияқты тіршілігімізбен етене араласып кеткен дәстүрлеріміздің барлығы асыл дінімізден бастау алып, ұштасып жатқандығын байқауымызға болады. Екінші, ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, исламға дейінгі салт дәстүрлердің дінге қайшы келмегеніне тыйым салмаған. Ислам діні әлемдік дін болғандықтан ол адамзат қауымына ақиқатты танытып, әрбір ұлт пен ұлысқа өзінің салт дәстүрін сақтай отыра ізгілік жолымен жүруді насихаттайды. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, араб халқының исламға дейінгі дәуіріндегі шариғатқа қайшы келмеген әдет-ғұрпының сол қалпында қолданылуына тыйым салған жоқ. Айша анамыздан, Алла оған разы болсын, мынандай хадис жеткен. Бірде Әбу Суфияның әйелі Ханит Алла елшісіне оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын келіп, Әбу Суфиян сараң адам, егер мен оның рұқсатынсыз алмайтын болсам, ол маған және балаларыма жететіндей нәпақа бермейді дейді. Сонда ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өзіңе әрі балаңа ғұрыпқа сай жететін нәрсені ал деп жауап береді. Имам Бухари, имам Муслим. Бұл хадиске қатысты имам Науауи Сахих Муслим кітабына түсініктеме бергенде, шариғатта нақты айтылмаған мәселелерде салт дәстүрге сүйену керек деп айтқан. Сол сияқты ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өмір сүрген қоғамда исламға дейін жиуар делінген әдет-ғұрып болған. Ол бойынша пана сұрап, жан сауғалап келген адам қылмыс жасаған кісі болса да, оны қорғау абыройлы іс деп танылған.
Ал пана сұрап келген адамды қорғай алмау абыройсыздыққа баланады. Өйткені пананы тек абыройлы және күш-қуаты бар әулеттен сұрайды. Бұл әдет-ғұрыпты орындамау бүтін әулеттің сүйегіне қара таңба болып саналатын. Сондықтан ағайын туыс болып пана сұрап келген адамды қолына қару-жарақ алып та қорғаған кездер болды. Ислам келген соң бұл әдет-ғұрыптың жақсы тұстарын сақтап, адамилыққа қайшы жақтарын жойды. Яғни қылмыскер немесе залымға қорған болуға тыйым салынады. Тіпті ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бауырыңа залым болса да, зұлымдық көрсе де жәрдем бер деген. Сонда бір кісі: "Уа Алла елшісі, зұлымдық көрсе жәрдем беремін. Алайда залым адамға қалай жәрдем бермекпін?" деп сұрайды. Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: "Оның зұлымдық жасауына жол берме. Міне, бұл сенің оған жәрдемің болмақ" дейді имам Бухари. Қисса: Абу Талибтің қызы Умма Хани ислам дінін қабылдамай тұрып, ардақты пайғамбарымызды, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, мүшриктердің қорлауынан үнемі қорғап жүретін. Умму Хани Мекке азат етілген күні мұсылман болды. Бұл күні адамдар лек-лекмен мұсылман болып жатты. Бәну Мағзум руынан 2 адам Умму Ханидың үйіне қашып келіп жан сауғалады. Олардың ісінше Әли келіп, оларды жазаламақшы болады. Алайда қарындасы ол кісілерге қорған болатындығын жеткізеді. Себебі жиуар деген аталған әдет-ғұрыпты орындау мәртебелі іс саналатын. Кейін болған оқиғаның мән-жайын сұрап болып, Умму Хани ардақты пайғамбарымызға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, келеді. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Умму Ханиді: "Уа Умму Хани, қош келдің" деп қарсы алады. Умму Хани: "Уа Алланың елшісі, мен қайын жұртымнан 2 кісіге қауіпсіздік уәде етіп қорған болдым. Алайда Әли оларды жазаламақшы" дейді. Сонда ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: "Сен қорған болған адамдарға біз де қорған болдық, уа Умму Хани" деді имам Бухари. Демек, Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, осы сөздермен жахилет дәуірінен бері келе жатқан жиуар әдет-ғұрпын исламға қайшы емес екенін айтуда. Үшінші әдет-ғұрып кей мәселелерде шариғи дәлел ретінде қарастырылады. Біздің ата-бабамыз сан ғасырдан бері ұстанып келе жатқан Ханафи мазхабы келесі негіздерге сүйенеді. Құран кәрім. Ханафи мазхабында Құран кәрім ең бірінші исламның қайнар көзі. Ардақты пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сүннеті. Имам Абу Ханифаның ұстанымы бойынша сүннет бір деңгейде емес, Алла елшісінің, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, қаули, сөз арқылы жеткен сүннеті әрекет арқылы жеткен фиғли іс-әрекетпен сүннеттен үстемірек. Өйткені фиғли сүннеттер тек пайғамбарымызға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, қатысты болуы мүмкін. Ахад хадиске мутауатир хадис қайшы келсе, онымен амал жасалынбайды. Сол секілді Құран мен хадистерден алынған шариғи қағидаларға хадис ахад қарама қайшы келсе, негізге алынбайды. Ижмақ. Бұл ардақты пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, кейін белгілі бір уақытта мужтахид ғалымдарының бір шариғи үкімде келісуі. Қияс. Ислам фиқында кең таралған ұқсастық бойынша аналогия үкім шығару әдісі. Мұсылман ғалымдарының арасында қияс Құран, сүннет және ижмақтан кейін орын алады. Истихсан. Жоғарыдағы негіздерде үкім табылмаса, истихсан үкімі жүреді. Бұл бір затты екінші заттан қарағанда жақсы деп тану немесе бір мәселеде келген дәлелдердің арасынан күштірегін таңдау. Әдет-ғұрып. Ханафи мазхабында шариғат ережесіне сай келген ғұрып шариғи дәлел ретінде қарастырылады. Бұл тұрғыда ғалымдарымыз қасиетті Құранның Ағраф сүресі 199 аятындағы ғафу жолын ұста, ғұрыппен әмір ет және надандардан теріс айнал деген аятты алға тартқан. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, мұсылмандар жақсы деп есептеген әр нәрсе Алланың алдында жақсы, мұсылмандар жаман деп көрген нәрсе Алланың алдында жаман деген имам Ахмад. Фиқ белгілері әдет-ғұрыптың шариғатта қабыл алуының бірнеше шарттарын белгілеген. Олардың бастылары төмендегідей: Құран кәрім мен сүннетке және мұсылман ғұламаларының ортақ ұйғарымдарына кереғар келмеуі тиіс. Үкім шығарылған уақытта халық арасында кең қолданылатын болуы тиіс. Негізінде әдет-ғұрыптар әр заманда өзгеріске ұшырап отырады. Тарихта болып кейіннен жойылған әдет-ғұрыптар шариғатта есепке алынбайды.
қарастырылатын әдет ғұрып бұқара халықтың арасында кең таралған үйреншікті дағды болуы тиіс. Жекелей адамдар арасындағы әдеттердің заңдылық күші жоқ. Қадірменді жамағат, қазақ халқының ғасырлар бойы ұстанып келе жатқан діні ислам. Шариғаттағы іс-амал мазхабы ұлы имам Абу Ханифаның мазхабы. Ал діни дүниетанымдық ұстанымы исламның негізгі қайнар бұлағы Құран мен ардақты пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сүннетіне негізделген сүннет және жамағат жұрт. Оның ішінде Әбу Мансур әл-Матуридің мектебі болып табылады. Ендеше дін мен дәстүр үндестігін сақтау бүгінгі ұрпаққа жүктелген үлкен міндет. Бұл екі асыл қазынамызды қадір тұтсақ, тарихымыз бен мәдениетімізді ұлағаттаған ата-бабалар қалдырған ұлы аманатты сақтаған боламыз. Алла тағала біздерде асыл дінімізді берік ұстап, салтымызды сақтаған, дәстүрімізді құрметтеген ұрпақтардан болуды жазып, қасиетті жұма күні дұға тілектерімізді қабыл еткей.